Kebek 20 кг. Менде екі түрлі кебек бар. Разницасы просто екі партия болып келген да. Біреу мелкий, біреу грубый. Строчкалар. Мелкие. Главный кебек қой, разница жоқ. Мелкий ма, грубый ма. Не үшін майда деп жүрмесін. 20 кг. Килограммдар да бірдей еще. 20 кг кебек. Қазір. Кукуруза. Жүгері, бұршақ немесе. Қанат бауырмай тоқшы бұршақ. Тартылған. Арпада енді асылған кішкене жеңілдету үшін оның қалған кішкене нелер болады. Көп беруге болмайды онда. Он беруге болмайды. Белоктар бар ғой кішкене. Ана кукурузда крахмал основной. Бізге керек крахмал. Крахмал энергия ретінде. Долго усвоение энергия болады ағзаға. Басқа жеген заттарын қорықтырады прямой. Сүтті көбейтпейді бірақ ол қатты. Енді энергия ретінде болған екен. Түсінікті ол. Так, арпа. Жүгері тартылған бұршақ 40 кг. Арпа 40 кг. Тартылған арпа. 100 кг болды қазір. Аның ішінде. 20 кг кебек салып, астына. Арпа тартылған, не. Ойына пленка сонаршы. Арпа тартылған 2023 жылғы деп жіберейін бе? Арпада да энергия бар. Арпада да белок бар. Арпада да клетчатка бар, сухое вещество бар. Негізгі компонент осы арпа ғой. Өйткені бұл 40 қабатқа барғанда жаңа клейковинасы жоқ та бұл құрамында. Жабысқамайды ғой. Жақсы сіңеді ағзаға. Так, қызықтың бәрі енді басылады. Енді береміз, протеин береміз енді. Негізгі. Так. Подсолнечный сорт. Күнбағыс күнжарасы. Аз көрсетем онда. Бір шелек. Жобамен күнбағыске 15-18 кг шығады. Бұда да протеин бар. Бірақ бұл ағзаға сіңбейтін протеин. Іштегі бактерияларды қоректендіретін протеин. Мынау қойсет. Мынау қойсет. Мені соя. Қазір сояны ашам. Негізгі протеин. Транзитті әрі 46% сояның протеині. Мақтан кейін алмастыруға болады, бірақ мақтан кейін токсин бар да құрамында. Көп бере алмайсың. Именно сиді улап тастайыншы. Немене? Күнбағыс толып жатыр ғой. Мына соянікі таза.
Не деген сапа қарашы. Обырап тұр. Мына бір шелек 20 килограмм шығады. Сояныкі. Soya кетті енді рапс. Протеині транзит ағзаға сіңетін протеин. Sana сіңбейтін еді ғой. Ана сіңбейді ғой, рубец іштегі бактериялар қоректендіреді ғой. Қосамыз оған тағы да. Жетпейді. Ішіндегі ағзаға бактериялар өмір сүрмесе ол да болмайды. Олар ана нелерді майдалап береді ғой. Заттарды ше ағзаға сіңіреді ғой. Олардың да саны маңызды. Оларды бірақ килограммен өлшейді, или миллиардпен өлшейді. Рапс жетпей жатқан жеріне рапс қосып. Бар ғой, тауып отырық қой. Жетісайыш басқа жағын білмеймін, бірақ Шымкентке дейін барып жатыр енді, рапсы да басқасы да кісілер алдырып жатыр осы Алматыдан. Рапста 35-38% протеин болады тағуыз. Рапстыкенің бір жақсысы тез сіңетін протеин ағзаға. Тез сіңеді. Сояны көп берейін десек, сояға қымбат шығып кетеді. Сояның бағасы қымбат. Мысалы, раптың орнына соян беруге болады. Болады, иә. Соямен замена етуге болады. Сояны көбейтуге болады. Неше мысалы, сафор бар ғой, зығыртқа? Ол құстарға береді, ол тоже бір токсиналар сияқты құрамында. Оқыған жоқпын, зерттеген жоқ. Сиырға бермейді көп. Так, протеин қостық енді. Енді қосамыз тұз. Тұздан бір. Минералдар ма? Иә. Минералдар мен витаминдерді қосу керек. Бір күрек алам, 5 килодай шығады осы. Натрий хлор ма ол? Кәдімгі тұз аралымыз. Болады, берем ғой, сол болмай қалса ондайлар. Мынау енді йодталмаған, тазаланбаған деген сияқты болады да, арзандау келеді. Аналардың килограмм 70 теңге болса, мынаның килограмм 40 теңге деген сияқты, 30 теңге. Пищевойға, адам қолдануға жарамайды. Так, енді витамин беріп, мынаны жақсылап түсірші. Мынаны, ликран. Не витамин бересің, не қосасың? Міне. Ликра деген витамин. Компания Витапрофи. Бұл ішіне не бар? Бұл негізгі витаминдер. Жерде састав тұр. Қандай витаминдер бар құрамында? Жердің жарығы төменде болып тұр, е? Мультишар енді бәрі бар. Міне. Е, Д, көріп тұрғандарым. Токсичностьқа қарсы. Бүкіл витамин, сосын металл бар оның ішінде 5%. Ағзаға қажетті. Мен көріп жүрген витаминдердің ішіндегі супер осы енді. Ликра. Германия. Сол жақтан қапталып, сол жақтан келеді. 3 кило қосам. Бір күрегім 3 килодай шығады мен. Жоқ, әлі біткен жоқ витаминдер. Кальций қосам енді. Кальций, ағзадағы кальцийдің бір сүттен шығып кетеді ғой.
3 килограммдай кальций, трикальций фосфат. Басқасы енді негізі ақ болады ғой. Трикальцийдің өзі қалмады да. Осы трикальцийдің басқа түрі алдында келген, заменяющий. Соның орнына проба жасап жатырмық, соны жасап жатырмын. А негізі трикальций берем. Уайымдасамыз. Сосын мына профат деген дүние алдым жақында. Тоже Шилстке, Германия. Витапробицерат бізде. Бұл энергия таза, защищенный энергия дейді. 84% сіңетін энергия ағзаға. Жаңа майлар жаңа. Қайсы майлар? Ол шроттар ғой, май емес қой. Ол май емес, ол майлы алынған. А мынау защищенный жер дейді. Ағзаға прямой барып сіңіп кететін жерлер. Бұның энергиясы деген енді айта алмаймын. Бұл жақында алдым бұны. Осы 2 күн бол осыны қосқаннан кейін жемияты ғой сиырлар, жақсы. Негізі бұны қосуды не рекомендую, 30-дан аспаса сиырдың дейтріш. Бұл только сізде протеин көп болған кезде, энергия жетіспеушілік болған кезде ғана қосасыз. Мен проба жасауға алдым, просто қосайын деп. Бұның энергиясы деген 84% сіңеді ағзаға. Міне күл бар екен, зыла, жыр бәрі көрініп тұр. Өте пальм бойы жыр ғой, неге содан жасалған. Бұның орнына не қосып жүрген алдыңыз? Жоқ, бұны қоспайтын мен. Бұлсыз салатын, бұлсыз да 30 беретін. Қазір бұны қосып көріп жатырмын, қанша береді. 35-38-ге шығам екен деп удай. Қанша уақыт әсер етеді бұл? Суткаға уже әсер ету керек. Просто иісі сасы соған жемей жатыр жақсы. Үйренгеннен кейін. Былтыр менде бір сиыр болды. Соған осыны беріп эксперимент жасап көрдім. 70 литрға дейін көтеріп түстім. 70-ге. Бір сиыр ма? Иә. Бұны барлығына не рекомендую, керек жоқ бұл. Қымбат дүние бұл. Мен просто эксперимент жасау үшін алдым да жақында. Енді өзім не беріп жатырмын, соны түсіріп жатырмын бүгінгі таңда. Бір қаптан артық мен алмаймын, бұны бермеймін да, ары дальше. Мен просто көргім келіп тұр, энергия жетіспей жатыр ма, жетісіп жатыр ма қаншалықты. Мынаны бергенде қаншалықты сіңеді протеин ағзаға. Мынаны бермегенде қанша сіңіп жатыр, соның разницасын көргім келіп тұр. Осымен болды. Мына кебекті қайтып қосамын бетіне. Бір қап кебекті. Содан кейін араластырып, қазір шелекпен беріп жатқан видео бар артында. Таңертеңге. Соны қосып саласың не. Мына майлар болғаннан кейін сасықта иісі, сабынның иісі шығады. Мына осы сиырлар 3 күн 4 күн жеп бітеді бір бандан. Иә. Бағаларын килограмм есептесе болады. Биыл арзан ғой жем. Кебектің бағасы 85 теңге килограммы. Жүгерінің бағасы қазір енді көп жерде арзан, біз 95 теңге отыр. 90-нан келді ғой соңғы келгенде. Тартылған, біз тек зерно еще. Арпа тоже 90 теңге килограмм қазір. Күн бағасы 80 теңге. Соя 230-250 теңгенің арасы. Ең арзан жері. Негізі көп жерде 150 теңге. Рапс 170 теңге. Эвкодан прямой алса 170 теңге. Сатып алатын кісілерден алса 200 теңге. Кальцийдің бағасы 125 теңге килограмм, 100 грамм ғана кетеді бір басқа. Бір күнде, иә. Сосын тағы не? Витамин мына. Профаттан бірінші мынау витамин. Ликра. Ликра 20 мың теңге мешогы. Ол где-то бір айдан аса уақытқа жетеді, например. 100 граммнан ғана бересің ғой? 100-150 грамм. Иә. Мен трикальций болған екен 100 граммнан берем. Мынаның бағасы 1250 теңге килограммы. Бір басқа 150-200 граммнан ғана түседі. Осы сиыр пока жеп біткенше тұрады осылай. Араласып шеттен бере береміз. 4 күн, 5 күн. Иә. Бағасын істей алмаймыз. Килограмм шығару керек, бір жерде қанша жейді, сонда шығару болады.
Я солай шығады. Басып баратқан жері жоқ сол. Қосқаным только не ғана қостым ғой бұл жерде. Ана, профатты ғана қостым ғой. Профаттан басқасын бәрі сол жылда беріп жүрген заттар ғой. Профатты просто мен эксперимент жасау үшін ғана қостым ба, так өзім қоспаймын оны. Просто энергия жетіспей жатыр ма деген ой келді да. Протеин соя беріп жатырмын, рапс беріп жатырмын, протеин көп. Может, энергия жетіспей жатқан шығар деп. Соған чисто алып көрдім экспериментқа. Алам деген кісілер болса, алып көрсе болады, негізі протеин жоғары кісілер болса. Тағы қандай жемдердің бәріне жетуге болады? Қайсына? Мысалы, ішінде тағы не бар деген қолданыста? Бар осылар. Басқа ештеңе жоқ, Сафлору салады бір жерде бір кісілер, сафлору шұрат қоса дея. Мен білетін. Болды ғой, басқа шұраттар осы ғой. Негізгі бізде Қазақстан тарағандар. Өсімдіктер бар. Протеинді, например, жоңышқаның несімен, сенажымен ауыстыруға болады кішкене протеинді. Соны протеин көп болады, например, жоңышқаны көбейтіп. Крахмалды, например, өзі специально өсіретін нелер бар, өсімдіктер. Солардың сенаждарымен ауыстыруға болады. Шетке тұр, шық. Кіргізейін орындан. Давай. Место. Орныңа бар тұр. Қайсы тұра тұрыңыз. Орныңа тұр. Тұр. Орныңа бар. Неменен байлай сал? Жоқ, әркім өз орнында ғой. Иә. Ана 12 орын ауыстыру. Мынаның орнын анамен ауысып тұру болды ғой. Қайсымен? Мына екеуі ғана ғой? Жемін қазір. Ауысып жемін асқазандар ауырады ғой. Біреу жеген, біреу жемеген. Бұл екеуін ауыстыру оңай ғой. Орнына тұр. Аха. Артыр. Бүгінгі шығарылым сонымен бітті. Қош сау болыңыздар.